Ассалаумағалейкум көрермен, сіздермен ағаш шебері. Бұл проектте біз қос төсек екі кісіге арналған төсек жасаймыз. Аздап шпонмен жұмыс істейміз. Алдыменен фанераны кесіп алдым, яғни фанерадан істейтін боламыз. По размеру бәрін кесіп алдық. Шпон шаптауға дайындаудамын. Төсектің арқасын, екі жағын, балақтарын кесіп дайындап қойдым. Төсектің арқасына осындай фрезамен ширинасы 2 см узор салу ойда болды. Оны бөлек қара светпен бояйым, ерекшеленіп тұрады. Фрезер Makitaның кромышный фрезері, ал фреза боштыққа. Бұл жерде фрезамен істегенде параллельный упор қойдым, струбцинамен қысып, сол ыңғайлы болады. Бүкіл бөлшектерін кесіп, торцевать етіп дайындап алғаннан кейін шпон жабыстыруға көштім. Өткен жолға стол проекттен кейін шпон жабыстырудан кішкене опыт пайда болды. Шпонда анау сары клей болып еді, онымен жабыстырмадым, себебі қымбатқа түсті. Сондықтан мынау өздерінің контактный ПВА клей сияқты клейімен жабыстыра бастадым. Бұл жерде советский үтіктің болғаны дұрыс екен, себебі осы кездегі үтіктердің шамасы жетпейді. Мына советский үтік 1000 ваттқа дейін қызиды. Шпонды қап-қарағып күйдіріп те жібереді, көбірек ұстап қойсаңыздар. Осының арқасында детальдарына дубтың шпонын жабыстыра бастадым. Арқасына да шпон жабыстырам. Шпон жабыстырмас бұрын ең алдымен тазалап, бүкіл шаңдарын кетіріп, майын кетіріп деген сияқты. Сөйтіп үлкен объемда шпон жабыстыру болғандықтан өстіп бір-біріне алдымен дайындап, одан кейін жабыстырған дұрыс. Негізінде бұлай жабыстырған кішкене қиындау, себебі алдын жабыстырып болғанша артының клейі кеуіп, адгезия болмай қалып отыр. Сондықтан бұлай жабыстырған кішкене қиын болды. Бұны артына жібердім, себебі арасында күйіп кеткен жерлер болды, кішкене косяктар болды. Сондықтан бұны төсектің арты қылдым. Мына жерде уже алдын жабыстырып жатырмын. Алдына мінеки, алдына да сызық беру керек қой фрезермен. Сол үшін сызыққа орын қалдырып кеттім. Сол жерді фрезамен алам да кесе салам. Бұл жерде әр шпонға, әр бөлшегіне жеке-жеке қолданғандықтан түзу әдемі күймей жабыстырылды. Барлық дерлік бөлшегіне шпон жабыстырып болғаннан кейін бәрін размерге ыңғайлап кесіп, одан кейін жақтауларына, яғни кромка дейді ғой, жақтауларына шпон жабыстыра бастадым. Жақтауларын жабыстыру қиын емес, сол баяғы стратегия, тактикамен жабыстырдым. Ал енді арқалығына, мына төсектің арқалығына балақтарын по размеру кесіп қойып, ең бірінші шпондамай тұрып, шұрыпқа беріп жабыстырып алдым. Кейін кепкеннен кейін бетін шпондай саламыз. Сонда
әлгі шуруптар көрінбей тұрады. Негізі шынымды айтсам, шпонмен жұмыс істеген онша ұнамады, себебі өте көп уақыт алады және өзінің бір нюанстары бар, кішкене капризный материал екен. Бағасы да онша арзан емес. Осы төсекке бір 15 000-ның шпоны кетті шамамен. Ол да оңай емес. Оданша буктың массивінен жасаған дұрыс осындай төсекті. Әрине шпонның түрі бөлек, толық силикон ағаштың бейнесін көрсетеді. Ал ана жерде буктың массивінен жасасаңыз, уже массивтің түрін көрсетеді. Бірақ маған сондай массивпен жұмыс істеген көбірек ұнайды. Әрине бұл шпон нашар деген сөз емес. Іші фанера, яғни қайыңның массиві, сырты дубтың шпоны мықты шығады тіптен. ДСП сияқты жаман болып шықпайды. Массивтерден де қалыспайды. Тек бұны істеу өте қиын болды. Мынау енді алдыңғы арқалығына осындай бөлек светте істейміз дегенбіз. Соны мынандай малярный скотчпен жабыстырып ап, шпонға қара бояу түспесін деп, шын қара матовый краскамен бояп қойдым. Арқалықтың детальдарын бәрін жабыстырып қойдым. Енді алдыңғы жағының балақ тұратын жағына шпон жабыстырдым. Ана үтік қатты қызып, шпонды қап-қара күйдіріп кетсе, оны шлифовать еткенде кетпейді. Сондықтан бетіне қағаз қойып, үтікпен басқан дұрыс. Шпондап алған жер, силикон шпондап алған жерде косяктар болғандықтан оны қара түске боядым, қара морилкамен. Сонымен білінбей кетті, әп-әдемі болып шықты. Ол жерде кішкене үтікті көбірек ұстап қалып, күйіп кеткен жерлер болды. Шлифовать етіп көрдім, бірақ ол күйіп кеткен жерлердің қара дақтарын кетіре алмадым. Сондықтан осындай қара морилкамен бояуға тура келді. Бірақ ол төсекті одан ары әдемі қылып көрсетті. Осыменен біздің төсектің мынау несі бітті, шпон жұмысы. Аяғына подкладтар қойдым. Одан кейін барлығын орбиталкамен шлифоваттап, бояуға дайындадым. Бояуға ешқандай краситель қоспадым. Өз светін глянцевый лакпен лактап қойдым. Бұл төсектің размерін клиент берген бойынша жасадым, бірақ сәл
кичкентайлау болуп капты. Оны қазір установка жасаған кезде байқадық. Одан кейін клиенттің айтуымен биіктігіне 10 сантиметр және де мынау ұзындығына тағы 20 сантиметр қостық. Мынау деген бұрынғы түрі, одан кейін қосқаннан кейінгі размері осындай үлкен болды. Клиентіміз риза болды. Каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар.